Сәлеметсіздер ме оқушылар, әдебиет сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы Бердібек Соқпақбаев «Менің атым Қожа» повесінен үзінді. Ағаттықтың азабы бөлімі. Сабақтың мақсаты әдеби шығарманы жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Балалар, біз сіздермен «Менің атым Қожа» повесінен үзіндімен танысып жатқалы бүгін міне 3-ші сағат. 3-ші сабағымыз, Ал енді кейіпкерлерін жақсы танимыз. Кинодан да көрдік. Повестің берілген үзіндінде таныстық. Ендеше, мына кейіпкерлер кім екенін тауып көрейік. Байқа, шешең саған ашулы. Өте жақсы, дұрыс айтасыңдар, бұл қожаның сүйікті әжесі. Мүмкін орныңа барып айтатын шығарсың. Балалар, бұл Майқанов апай. Біреуді біреуге атыстырып, от тастап жүретін қу? Әрине, бұл Жантас. Мен сенің әкеңе қарыздар адаммын. Бұл кімнің сөзі? Балалар, бұл мектеп күзетшісі Сәйбек қарттың сөзі. Келесі сабаққа қайсының бақастап әкелесіңдер? Бұл биология пәнінен сабақ беретін Оспанов ағайдың сөзі. Лагерге жолдама беріңізші. Дұрыс айтасыздар, бұл өзіміздің сүйікті кейіпкеріміз Қожа екен. Ал балалар, мына топтастыру стратегиясы арқылы Қожа қандай бала, Жантас қандай бала деген сұраққа жауап беріп, Қожа мен Жантастың қандай бала екендерін топтастырайық. Оқушылар, енді «Менің атым Қожа» фильмінен бүгінгі сабағымызға қатысты үзіндіні көрейік. Жылт етеді. Дәмі көресің бе? Есің дұрыс па? Өте дәмді қымбет. Мен енді сенің маңайыңа жақын жоламаймын. Опра! Сиқыршы. Мен тіпті қолымды тигізуге қорқам. Онда үйірмеде мұнымен қалай жұмыс істейсің? Қорқсаң қуып жібереді. Сен ұстап әкеп бересің? Жарайды. Балалар! Қараңдаршы, кемпір қосап! Қандай тамаша, Ертектегідей нөсерден соң осылай болады. Сүйемін көктем найзағайын мен, салғанда ойнақ көк жүзін тіліп, ирсе бешік шартылдап кеп, кеткенде бейне көк аспан сынып, сілкігендей бір айнала түгел, иықтап жаңбыр моншақ бүркеді, мөлдір тамшылар тамызып жерге, күн кірпігін сүртеді. Сарқырап ағып таудың тасқыны, орманда құстар әсем ән салып, тау менен орман қосылып бірге, табиғат тойын жатыр қарсы алып. Айтасыңдар ма жоқ па? Кім дейміз деген? Жарайды. Онда сабақтан кейін бәрін қаласың. Жүргізе беріңіз.
Sen неге отырмайсың, Қадыров? Мен едім. Бақа салған. Балалар, сіздерге ағаттықтың азабы бөлімі үйге оқуға тапсырылған болатын. Қанекей, тағы бір көз жүгіртіп шығайық. 3 минут уақыт береміз. Үзіндімен танысып шығыңыздар. Біз бүгін сіздермен «Менің атым Қожа» фильмінен үзіндіні тамашаладық. Ағаттықтың азабы бөлімі бойынша үзіндімен таныстық. Енді сіздер төмендегі сұрақтарға жауап беру арқылы ойларыңызды дәлелдеңіздер. Оның өз қатесін мойындауынан нені байқауға болады? Қожа не үшін бақаны Майқанова апайының сумкасына салды? Қожа біз ойлағандай бұзық бала ма? Қожаның анасына берген антынан оның қандай адам екенін байқауға болады. Сұрақтарға жауап берейік. Ал енді балалар, бүгінгі сабақ бойынша не түсіндік? Не үйрендім? Не білдім? Жүрегіме не түйдім? Өз ойларыңызды айтыңыздар.